Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабаттаулы қабырғасыңызды осыған нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Перизат Қайраттың үйлері мен мүліктеріне арест қойылды. Оның арест қойылған мүліктері елорданың премиум санаттағы 3 тұрғын үйі кешені пәтері, сондай-ақ Велла-Вилл колледжі қалашығындағы үйі, Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX 600 Hayal автокөліктеріне. Сонымен қоса тінту барысында қайырымдылық жиналған қаражатқа сатып алынған қымбат техника, Cartier, Graf, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, сонымен қоса Chopard, Hermes, Benz, Prada және тағы басқа сияқты танымал әлемдік бренд киімдері, аяқ киім, зергерлік бұйымдары, сөмкелер тәркіленді. Тергеу барысында жалғасуда. Еске сала кетейік, ол су тасқынынан зардап шеккендерге жинаған 1,5 миллиард теңгені жымқырды деген күдікке ілінді. Перизат Қайрат 2 айға қамауға алынды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.